Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пияз қосылып дайындалатын қаттама нан дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа ұнымызды електен өткізіп салып қоямыз. Кейін жылы судың үстіне аштығы мен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құя отырып, жақсылап нанымызды илеп дайындап аламыз. Қамырымыз бірігіп дайын болған соң, ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына 3-4 бас пиязды кубиктап турап, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен ұн себе отырып, жақсылап жұқа етіп жайып қоямыз. Кейін үстіне ерітілген сары майымызды жағып, видеода көріп тұрғандарыңыздай пиязымызды үстіне сеуіп, рулет тәріздес етіп орап дайындап аламыз. Ендігі кезекте пергамент қағаздың үстіне қойып, осылай қолымыздың көмегімен жұқалап басып шығамыз. Кейін жұмыртқаның сарысын жағып, үстіне кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осылай дайындалады. Жасалуы өте оңай, дәмі, иісі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.